Ассалаумағалейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан тұңғыш рет елордамызда ұйымдастырылған әлем чемпионаты Астана қаласының желкесіндегі Қазанат атшабарында жалауын желбіретті. Дәл осы чемпионаттың барысындағы іріктеу кезеңдердің ойындарын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Астана қаласында 28 градус күн жылы, 21 шақырым самал жел соғып тұр. Екі команда бүгінгі бәсекеде бақ сынайтын, ауыз толтырып айтатын жетістіктері бар деп айту әрине қиын. Қытай Халық Республикасының құрама көкпар командасы және Мажарстан мемлекетінің Венгрия құрама көкпар командасы дәл осы бәсекеде бақталастырады. Екі команданың да көкпарға дейтін құлшыныстары ерекше. Қытай Халық Республикасының командасы айтпаса да түсінікті, өйткені өзіміздің қандастарымыз баршасы да. Мажарстан бұларда ежелгі қыпшақтың ұрпағы, өздерінің танымдарында осындай ақпаратты кездестіресіздер. Сондықтан екі команданың да көкпардан алыстығы жоқ, екеуі де көшпенді халықтың ұрпағы екенін айта кеткіміз келеді. Сонымен екі команданың ойынына әділ төрелік жасайтын төрешілер сіздердің назарларыңызда. Ортадағы төреші Ақылбай Манкеев, халықаралық дәрежедегі төреші, және қапталдағы төрешілер Зиябек Жеткеров, Қазақстан, Нұрлан Додай, Қазақстан, және Сейдулла Жәлелев, Қазақстан. Енді екі команданың құрамымен сіздерді таныстыра кетейік. Әуелі Мажарстан құрамасы мына тізімде өнер көрсетеді. Бірінші нөмірде Габор Кис, екінші нөмірде Истван Фаваго, үшінші нөмірде Серф Андрес, төртінші нөмірде Забо Золтан, бесінші нөмірде Лакатос Валентин, алтыншы нөмірде Вас Герго, жетінші нөмірде Чемез Фаркас, сегізінші нөмірде Ори Балас, тоғызда Бенже Истван, онда Серф Анбрус. Және команданың жаттықтырушысы осы 13 нөмірдегі ойыншы Серф Анбрус екенін айта кетейік, қадірлі телекөрермен. Қытай Халық Республикасының құрама Оралтай Оразұлы бірінші нөмірде, екінші нөмірде Мұхат Қуанышұлы, үшінші нөмір Қанатжан Төлешұлы, төртінші нөмір Елшат Жұмабай, бесінші нөмір Думан Жұмабайұлы, алтыншы нөмір Қайырбек Изатұлы, жетінші нөмірі Нұрболат Тәліпбайұлы, сегізінші нөмір Есболат Шожықанұлы, тоғызыншы нөмір Ерболат Тұрсынбай, және 10-шы нөмір Беделхан Оралханұлы, 11-ші нөмірі Қаскер Ердосұлы, 12-ші нөмір Бекеш Тұрғанбекұлы. Команданың жетекшісі Серік Үсенұлы және тағы бір жаттықтырушы Ермек Тоқтарбай. Қадірлі телекөрермен, Қытай Халық Республикасының бірінші нөмірдегі ойыншысы Оралтай Оразұлы әдегеннен серкені өз тақымына басып болғанын көріп отырмыз. Енді мәреге қарай жүйткіп шаба жөнелуге мүмкіндік бар. Күрең қасқана қамшы салдырмаяқ бұл қасқа мәреге жақындақ қалған сәті. Және бұл тамаша салым. Жарайсың, ойынның 40-шы секундында әдегеннен ақ ойын басталмай тұрып міне Оралтай Оразұлы қас қағым сәтте қасымызды қаққанша десек болады, кірпік қаққанша мінекей бір салымда салып кетті, қадірлі телекөрермен. Бұл Оралтай Оразұлы дейтін шабандоз Қытай Халық Республикасының белсенді ойыншыларының бірі. Қарап отырсаңыздар, екі команданың да жылдамдығы көңіл көншітпейді. Әрине сын айтатын жағдайда емеспіз. Екі команданың да көкпарға дейтін қызығушылықтары өте жоғары, сондықтан осындай үлкен әлем чемпионаттары екеуіне де үлкен мүмкіндік беретінін айта кеткеніміз жөн. Тағы да Қытай Халық Республикасының шабандоздары келді мәреге, және бұл салым Думан Жұмабайұлы, қадірлі телекөрермен. Ақылбай Манкеевтің жоқ, салым емес секілді. Ақылбай Манкеев бұл салымда санамаған сыңайлы, қадірлі телекөрермен. Қазір қайталап көріністе тағы да көретін боламыз. Бұл жерде пайымдауымызға қарағанда мәре сызығының жиегінде тұрып қалған сыңайлы. Иә, солай екен. Ойынның 3-ші минуты, төрешінің ысқырығынан кейін венгриялық шабандоз серкен жерден көтеруге тырысқан, бірақ мүмкіндігі болған жоқ. Қараңыздар, ат тұяғының дүбірі, ат тұяғының астында жаншылған серке, әрине жасанды серке.
дүниежүзілік жануарларды қорғау ұйымы, табиғатты қорғау ұйымының бар екенін білеміз. Соның нәтижесінде осындай жасанды серке жасалған жайы бар. 7-ші нөмірдегі Нұрболат Тәліпбай ойынның 4-ші минутында есепте еселік бетті. Қытай Халық Республикасының Іле Қазақ автономиялы облысы Мұңғылгүре ауданынан шыққан жігіттер. Қараңыздар, бұл жігіттердің баршасы да Қытай Халық Республикасында қазір таңда жұмыс істеп тұрған Қазанат қоғамдық бірлестігінде қызмет етеді. Міне команданың жаттықтырушысы Қытай Халық Республикасының. Міне қазір 2-ші нөмірдегі Мұхат Қуанышұлына келесі салымды салуға былайша айтқан кезде тапсырма берген сыңайлы. Бірақ бақ жанама, бап шабама, ол әрине белгісіз. Думан Жұмабайұлы қазір серкені тақымға басып алған. 5-ші нөмірдегі Мұхат Қуанышұлы жаңағына Қытай Халық Республикасының жаттықтырушысы айтқан 2-ші нөмірде өнер көрсетеді. Бірақ ойын алаңынан көрдік. Қазір ғана серкені өз тақымына басып алды. Міне көрдіңіздер ғой, қандай шапшаң. Жаттықтырушының айтқанын осылай дөп орындап жатқан Қытай Халық Республикасының жігіттерін көріп отырмыз. Және мәреге жақындады. Бұл салым болар ма екен? Әлде болса Мұхат Қуанышұлының тақымында серке жоқ, жерге түсіп қалған екен. Әлде болса ойынды жалғастыра беруге болады. Мұхат Қуанышұлы серкені обалына керек алып келді. Бірақ мәренің қақ ортасына тастай алған жоқ. Дәл осы жерде 1 минуттың ішінде серке жерден көтерілмейтін болса, онда ортадағы төреші Ақылбай Манкеев бұл ойында тоқтатады. Жекпе-жекке кезек береді. 6-ші нөмірдегі Қытай Халық Республикасының палуаны Қайырбек Иззатұлы. Міне, әккі ойыншылардың бірі һәм бірегей екенін көрдіңіздер. Дегенмен де серкені ойын алаңның сыртына шығарып алды. Зиябек Жеткеровтың қапталдағы төреші қызыл жалауы көтерілді. Енді серке ортадағы шеңберге кеп тасталады. Сіздердің назарларыңызда Ақылбай Манкеев осы ойынның бас төрешісі. Жалпы Ақылбай Манкеев туралы да аз-кем ақпарат айта кеткен жөн санап отырмыз. Қадірлі телегөрермен, Ақылбай Манкеев Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасының сапында өнер көрсеткен. Құлагерді біраз уақыт жетекке алған жігіттердің бірі. Ақылбай Манкеевтің булит әдісі қаншама көкпаршыларға, қаншама жастарға осы көкпарға деген қызығушылық әкелгенін біз жақсы білеміз. Ата жұрттың топырағына аунап, қайта тұрып қазір ойынға кіріседі Қытай Халық Республикасының шабандозы. Бірақ кішкене аяғын ауыртып алған секілді. Дәрігердің көмегі де қажет болып қалатын шығар. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Думан Жұмабайұлы серкен тақымға басып келе жатқан кезде алдынан қиып өтіп, қорғаныста өнер көрсетем деген кезде Қытай Халық Республикасының шабандозы атының сүрініп кеткеніне байланысты құлап түскен екен. Бірақ бәсекені әрі қарай жалғастыруға бұл жарақат көп кедергісін келтірмейді. Думан Жұмабайұлының кезекті бір салымы болған сыңайлы. Думан Жұмабайұлы салым салды, қадірлі телегөрермен. Қытай Халық Республикасының 5-ші нөмірдегі ойыншысы. Мықты ойыншылардың бірі. Думан Жұмабайұлы аударыспақтан да бақсынап жүрген палуан жігіт. Қараңыздар, қалай атты иіріп тұрып, тізгінді қалай бұрып салым салғанын. Әрине мәренің үстінде тұрып, қарсыластар да керемет қорғаныста өнер көрсететін команда емес. Бірақ соның өзінде де осындай шеберлікті көрсетіп жатқан жайы бар.
Міне Ақылбай Манкеевтің кезекті ысқырығы кіші шеңберде жатқан Серкеге таласыңдар деп пәрмен бергендей. Әрине, ойын барысында мажарстандық жігіттер онша көрінбей қалды. Енді десек те осындай тәжірибенің нәтижесінде ақырындап жақсы ойын көрсетеді дейтін сеніміміз жоқ емес. Ойынның бірінші кезеңінің бел ортасына жеттік тура. Қытай Халық Республикасының жігіттері алда келе жатқанын көріп отырмыз. Міне мажарстандық жігіттер серкен жерден көтеруге тырысқан. Атап айтқанда Surf Ambrose. Бірақ бұл әрекетінен ештеңе шыққан жоқ. Тиісінше әлде болса серке жерде жатыр. Төрешінің ысқырығы естілді, бір минуттың ішінде серке жерден көтерілмесе, оны міндетті түрде ортада жекпе-жек сайысы болатыны белгілі. Сондықтан да осындай шешімге барды ортадағы төреш Ақылбай Манкеев. Екі командадан бір-бір шабандоз шығып, ортадағы жекпе-жекте бақсын айт. Бұл тек шабандоздың емес, палуанның да және аттың да атпегінің де сыналатын кез екенін айта кеткеніміз жөн. Қытай Халық Республикасының жігіттері серкені тақымға басып алған. Бұл бірінші нөмірдегі Оралтай Оразұлы қадірлі телекөрермен күрең қасқамен мәреге жалғыз өз жақындауға тырысқанымен мажарстандық жігіттерді жетіп алды. Оған енді әрине өзі кінәлі, аттың тізгінін қатты босата қойған жоқ. Міне өтті бұл тамаша салым. Қараңыздар, командалық әріптестері қалай көмектескенін. Оралтай Оразұлы бұл салымның авторы. Өте тамаша. Оралтай Оразұлы ойының 13-ші минутында есепте еселеп жатқан жайы бар. Мәренің қақ ортасын тастап кетті. Командалық әріптестері оның жолын ашты. Қалың доданың арасынан жарып шығып салым салуда осылай болса керекті. Кішеңберде жатқан серкеге қайта талас. Ойынның 14-ші минуты өз мәресіне жетуге жақын. 4-0 өсумен Қытай Халық Республикасының жігіттері алда келеді. Кезекті салым қадірлі телекөрермен.
Нұрболат Тәліпбай. Бүгін өзі Оралтай Оразыл мен Нұрболат Тәліпбайдың жұлдыздары жанған күн болды. Қос күрең екеуінде де. Екеуінің де аттары ақбақа, екеуінің де аттары қасқа. Екеуінің де ойын тактикалары өте ұқсас. Екеуінде де екі салымнан бар. Екеуінің жұлдыздары жанып тұр. Қайталап көріністен байқасаңыздар, қалыңның ішінен алып шықты да тіпті тақымға баспай-ақ мәреге сүйреп тұрып салғанын көрдік. Ортадағы төреші Ақылбай Манкеевтің ысқырығынан соң Қытай Халық Республикасының да Мажарстан құрамасының да жігіттері кіші шеңберде жатқан серкеге таласады. Тоғызыншы нөмірдегі Ерболат Тұрсынбай міне сіздердің назарларыңызда. Қытай Халық Республикасының құрама командасының ойыншысы. Қамшыны сауырға басуға дайын тұр. Міне төрешінің ысқырығы естіле салысымен командалық әріптестеріне жағдай жасауға, өзіне тиесілі қорғаушына, яғни жауап қызмет етіп жатқан жайы бар. Тағы да бір салым, қадірлі телекөрермен. 5-ші нөмірдегі Думан Жұмабайұлы ойынның 16-шы минутында тағы бір салымға қол жеткізді. Қайта-қайта Қытай Халық Республикасының жігіттері жеке дара шығып кетіп отқан жайы бар. Бұл әрине өздерінің ойын тактикалары, тәжірибелерінің қарсыласына қарағанда мол екенін көрсетіп отырған секілді. Төрешінің ысқырығы естілді де бүкіл жігіттер кіші шеңберде жатқан серкеге қарай ұмтылып кетті. Ойынның 18-ші минуты, қадірлі телекөрермен. Әзірге 6-0 есебімен Қытай Халық Республикасының жігіттері алда келеді. Оралтай Оразылының еншісінде 2 салым бар. Нұрболат Тәліпбайдың еншісінде 2 салым және Думан Жұмабайұлының еншісінде 2 салым. 3 шабандоз қос-қостан салым салды, есепті 6-0-ге жеткізіп тастады. Міне қараңыздар, тағы бір шабуыл. Бұл Мұхат Қуанышұлы. Мұхат Қуанышұлы серкені тастап кетуге болар еді, бірақ мәренің қақ ортасына түсеріне күмәнданды. Осы үшінде өзі асықпай келіп салайын деген екен. Және бұл салым. Мұхат Қуанышұлы. Қараңыздар, тағы қандай тамаша салымды көрдіңіздер. Ойынның 19-шы минутында Мұхат Қуанышұлы есепте еселеді. Есеп 7-0, қадірлі телекөрермен. Бұл үлкен көрсеткіш. Екінші кезеңде енді Мажарстаннан келген мадияр шабандоздардың бабы келіс бағы жанатын шығар бәлкім. Ал әзірге ойсыратып ұтып келе жатыр 7-0 есебімен Қытайдан келген қандастарымыз. Командаластарды өте тамаша ойын көрсетеді, яғни былайша айтқан кезде жолды ашып тұрады өз әріптестеріне. Осының нәтижесінде бұл азаматтар, яғни
Қытай жігіттері еркін көсіліп шауып жүр. Мажарстанның қорғанысы да өте керемет деп айтуға ауыз бармайды. Өйткені ойын барысын көріп отырсыздар. Жалпы бұл чемпионатқа қадірлі телегөрмен 11 мемлекеттен командалар келді. Негізінен 12 мемлекет қатысуға сұраныс жасаған. 1,5 ай бұрын өткен жеребе тарту рәсімінде де 12 мемлекет қатысқан. Бірақ өкінішке қарай Әзербайжан мемлекетінің шабандоздары дәл осы әлем чемпионатына келіп қатыса алмады. Уақытынан кешігіп келгендіктен бас төрешілер Әзербайжан құрамасын қатыстырмайтын жеткізді. Әрине, бұл әлем чемпионаты халықаралық турнир емес, сондықтан да баршасы да тәртіп бойынша халықаралық регламентке сай өтуі міндетті. Осы себептен де қазір 11 мемлекет өнер көрсетіп жатқан жайы бар. Төрешінің ысқырығы естілді, осылайша бірінші кезең өз мәресіне жетті. Есеп 7-0, ал қазір осы бірінші кезең бойынша ең қызықты сәттерді назарларыңызға ұсынамыз. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса айта кетейік, бұл тұңғыш рет елімізде ұйымдастырылған көкпардан әлем чемпионатының барысындағы іріктеу кезеңдерінің ойындары. Дәл қазір Қытай Халық Республикасының құрама командасы мен Венгрияның, яғни Мажарстанның құрама көкпар командасы ойын көрсетіп жатыр. Жалпы мажарстандық жігіттер Венгрия деп айтса кішкене ренжіңкіреп қалатын көрінеді. Өйткені өздерін Мажарстаннанбыз, яғни мадияр халықпыз деп ұстайтынын өздеріңіз жақсы білесіздер. Ойынның алғашқы минуты. Мажарстан жігіттері қазір Серкені тақымға басып мәреге алып келген сәт деген ай. Мұндай сәт сайын туа бермейді ғой. Әрине, өкінішті ақ десек те бұл олқылықтың орнын толтыруға мүмкіндік бар. Қазір жалпы командалық тартыс болады. Осының нәтижесінде Серкен жерден көтеріп кететін болса, онда толықтай мүмкіндік бар. Жігіттерге, яғни тағы да бір салымды болуға. Міне, Мажарстан жігіттері тағы да Серкен тақымға басты. Бұл Серф Анбрус. Серф Анбрус деген бір ойыншы бар. 10-шы нөмірде және 3-ші нөмірде Серф Андрас дейтін ойыншы бар. Міне, Серф Анбрус тағы да Серкені жақсылап тұрып алып келген, бірақ бұл әрекетінен ештеңе шықпады. 3-ші нөмірдегі Қанатжан Төлешұлы Серкені тақымға басып алған. Қытай Халық Республикасының шабандозы. Бірақ лезде алып команданың жігіттері, яғни Мажарстан командасының жігіттері бұл салымда өз қоржындарына басып алды. Бірақ кімнің салғаны белгісіз. Екі ойыншы 10-шы нөмірдегі және 5-ші нөмірдегі, бірақ Серф Анбрустың қоржынына жазған екен. Еншісінде осы жігіттің бұл салым. Міне қарасаңыздар. Қайталап көріністе екі спортшы бірдей.
Серф Анбрус пен Лакатос Валентин екеуі бірге жүріп, бір серкені әйтеуір мәреге тастады. Тағы да Мажарстан жігіттер серкеге бірінші болып жеткен. Бірақ іліп кете алмады. Қытай Халық Республикасының жігіттері өздеріңіз көріп отқандай 3 ойыншы болып өнер көрсетіп жүр. Яғни айып алаңында қаранарда отырған Қытай Халық Республикасының бір палуаны бар деген сөз. Оны бәсекенің соңында болмаса қазір де режиссерлар назарларымызға ұсыну мүмкін. Сондықтан сол кезде көріп алатын шығармыз. Қараңыздар, қандай тамаша, міне қорғаныс. Серф Анбрус екінші демі ашыла бастағандай. Ақжалатты тізгіндеген бұл жігіттің. Қараңыздаршы, шабуылынан Қытай Халық Республикасының шабуылдап жатқан жерінен жұлып кетті. Әттеген ай, қолдың күші аздық етті. Осындайда құрыш қолды сон білекті жігіттерді аңсайсын ғой шіркін. Міне қараңызшы. Тағы да Нұрболат Тәліпбай серкенің тақымына басып керемет бір шабуылды ұйымдастыруға бекініп алып жүр. Бұл салым да нәтижесіз болды. Сіздердің назарларыңызда бұл негізі Бенже Истван шатастырып алған сыңайлымыз. Тағы да Қытай Халық Республикасының шабандозы 7-ші нөмірдегі Нұрболат Тәліпбай серкені тақымға басып жүрген. Мәреге жақындаған сәт бұл салым болуға сәл ғана қалды. Ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Қапталдан соғып, ытқып, додада жүрген жігітті, шыққысы келген жігітті қапталдан соғып, қияға апарып тастады десек те болатын шығар. Ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Енді ортада жекпе-жек сайысы өрбейді. Ортадағы жекпе-жекке екі команданың тарапынан бір-бір ойыншыдан шығады. Серкеде әкеп тасталды. Фаркас Чемез бен Оралтай Оразұлының арасындағы жекпе-жек кім алар екен? Фаркас Чемез серкен жерден көтерген, бірақ Оралтай Оразұлы қазір Чемез Фаркастың жерден көтерген олжасын алып қояйын деп тұрған сыңайлы.
Иә, екі шабандоз да ұзақ таласта. Нәтижесінде Серкен жерге құлатып алды. Қасқа күрең мен төбел күрең екеуі жекпе-жекте құдды бір енеден туған аттардай бауырмалдықтан тұрған секілді үстіндегі екі шабандоз таласып бағуда. Қытай Халық Республикасының шабандозы Серкен тақымға басып алған. Оралтай Оразұлы қасқа күреңмен шабуылға басты. Бағанадан бері өзі салымды болмай жүрген жігіт осы. Әрине, бірінші кезеңде 2 салым бар, бірақ екінші кезең бойынша қаншама шабуылдар жасады, бірақ біреу сәтті аяқталмай жатыр. Міне қараңыздар, қандай тамаша. Осылай ойнау керек қой. Көкпар дейтін аяушылық танытатын ойын емес, өздеріңіз жақсы білесіздер. Хоккей секілді кішкене қаттылық жақсы көреді. Міне, Серкені мажарстандық жігіттер жерден көтеруге тырысқанымен мүмкіндіктері болмады, соңына дейін алып кетуге. Білектің күші жетпей жатыр, ол көрініп тұрды расымен де. Ойын алаңның сыртына шығып кетуге сәл ғана қалған жағдай. Ойының аяқталуына небәрі 9 минут уақыт қалды, бірақ 9 минут көрермендер үшін әрине ұзаққа созылып жатқан жайы бар. Өйткені тартысқа толы бәсеке деп айта алмаймыз. Бірақ итшелеп өтіп жатыр әйтеуір. Қытай Халық Республикасының жігіттері 7-де 1 есебімен алда келеді. Міне, хоккейдің жанкүйерлері отыр. Хоккей мен көкпардың жанкүйерлері бір екенін осыдан ақ ұққан шығарсыздар. Екеуі де өте ерге тән ойын екені осындайдан көрінеді. Төрешінің тағы бір сары қағазы көтерілді. Яғни ортадағы шеңберге кіріп кетуге болмайды. Жекпе-жек барысында осы себептен де ортадағы төреші Ақылбай Манкеев бір ойыншыға қазір Қытай Халық Республикасының ойыншысы 6-шы нөмірдегі Қайырбек Изатұлына осылайша ескерту берді. 5 минутқа ойыннан шеттетіліп қаранарда отыр. Думан Жұмабайұлының тақымына тиді Серке. Енді Думан астындағы торатпен шабуылға басады. Ту сыртынан айналып келуге мүмкіндігі бар, және бұл салым болуға тиісті. Иә, салым. Думан Жұмабайұлының осы ойын барысындағы 3-ші салымы, ал жалпы чемпионат барысында бұл жігіттің 6-шы салым екенін айта кетейік. Думан Жұмабайұлы 1989 жылы туған. Астындағы торайғырда
шаң тимес деп атаған екен. Жерде тұр, аттан түсіп, атын біраз демалтып алайын дегені болар. Сегізде бір есебімен Қытай Халық Республикасының жігіттері алда. Ортадағы төреш Ақылбай Манкеев міне біздің назарда. Екі команданың дайындығын күтіп тұрған сыңайлы. Думан Жұмабайұлының еншісінде сонымен бүгінгі ойында 3 салым бар, қадірлі телекөрермен. Ол 5-ші нөмірдегі ойыншы, ал 1-ші нөмірдегі Оралтай Оразұлының еншісінде 2 салым. Мұхат Қуанышұлы 1 салымға қол жеткізді. Және Нұрболат Тәліпбай 2 рет Серкені ортадағы өз мәресіне кеп тастады. Америка құрама штаттарының жанкүйері болуға тиісті. Сонымен Серке Кішеңберге кеп тасталды. Қазір ауыздығымен алысқан аттар Кішеңберде жатқан Серкеге қарай ұмтылады. Міне төрешінің сықырығы да естілді. Бәсекенің соңғы минуттары таяп қалды, қадірлі телекөрермен. Небәрі 4 минуттан сәл ғана асатын уақыт қалды бәсекенің аяқталуына. Кішеңберде жатқан Серкені екі команданың жігіттеріне де бірден іліп кету әрине ол қиын. Тәжірибенің азды ғой десек те, ақырын көш жүре түсіретін білесіздер. Сондықтан алдағы уақытта мықты командалар болып шығатынына сенім мол. Бұл тұңғыш әлем чемпионаты болғанымен соңғы емес екені айдан анық. Амандық болса, елде тыныштық, тұрақтылық болса, бірлік болса, онда әлде талай әлем чемпионаттарының куәсі боламыз. Сондықтан ол кезде де бұл жігіттердің қайта келіп өнер көрсететініне біздің сенім мол. Ақжал атты сәйгүлікті тізгіндеген Серф Анбрус Серкенің тақымға басып шауып бара жатқан жайы бар. Қамшы салдырмайды астындағы ат. Енді тастау керек. Ат деген ай. Бұл мүмкіндік еді ғой. Кішкене ертерек тастау керек. Болмаса тізгінді тартып, атты тоқтатып барып тастау керек еді. Сонда бұл нәтижелі салым болар еді. Міне тәжірибе қай кезде керек, қадірлі телекөрермен. Енді Қытай Халық Республикасының жігіттері мұндай қателікке бой алдыра ма екен? Тағы да Венгрияның шабуылы және бұл салым. Бұл жолы Серф Анбрус емес, Серф Андрас салым салды. Серф Андрас. Қараңыз, қандай әдемі салым. Өзде Қарагер Төбел атты тізгіндеп кеп әдемі салымға қол жеткізді. Мажарстаннан келген жігіттердің қуанышында шек жоқ шығар. Өйткені бір ойынның барысында 2 салым салу ол әрине үлкен жетістік мұндай команда үшін. Ойынның 38-ші минутында осылайша есеп көрсеткішінен 2 салым болсын қысқартты әйтеуір. Әрине бұл ойынның жеңімпазы Қытай Халық Республикасының командасы екені түсінікті. Өйткені қалған 1 минут 45 секундта 6 салым салу Мажарстанның жігіттеріне өте қиын.
тіпті мүмкін емес жағдай бүгінгі таңда. Бірақ кім білсін, алдағы уақытта бұл жігіттердің мықтылықтарында шек болмай қалатын шығар. Иә, бұл да салым болуға тиісті. Мұхат Қуанышұлы, қадірлі телекөрермен, ойынның 39 минутында 9 салымға қол жеткізді. Мұхат Қуанышұлы еншісінде жалғыз салым бар жігітет, бұл олқылықта орнын толтырды. Астындағы көк шұбармен қандай тамаша салым салғанын көрдіңіздер. Аттың шабысын қараңызшы. Тізгін тартқан кезде де ауыздығымен алысып, тізгін сұрап шауып бара жатқан жайы бар. Мұхат Қуанышұлы осылайша ойынның соңғы минутында керемет салымның авторы атанып отыр. Есеп 9-2. Қадірлі көрермен, Қытай Халық Республикасының жігіттері алғозды осылайша. Бұл әлем чемпионатының іріктеу кезеңдерінің ойын екенін естеріңізге сала кетейік. Соңғы секундтар қазір төрешінің ысқырығы естілуге өте жақын. Уақытта өз мәресіне жетті. Екі команданың жігіттеріне берілген 40 минут осылайша аяқталды. Есеп 9-2. Қытай Халық Республикасының жігіттері алға озды. Енді Қытайдан келген баршасы да өзіміздің қандастарымыз, қазақ бауырларымыз. Сондықтан бұл жігіттердің ат жалын тартып мініп, серкені тартып көкпар ойнауы заңдылық. Мажарстан құрамасына да үлкен рахмет. Осындай Қазақстан төрінде өткен байрақты бәсекеге атсалысқан үшін. Әлем чемпионаты дейтін көкпардың өзінен бұл үлкен деңгей. Сондықтан осы биігінен түспесін деген тілек айтамыз. Ал дәл қазір сіздер құрметті көрермен, екі команданың қос тайымдағы ең әсерлі сәттерін қайталап көріністен байқайсыз.